Және қыстық кимешек кидік. Енді мынау өз әдетте біздің қазағымыз киіп жүретін, әсіресе үлкен адамдар киетін, онша сәндемейтін, қызыл жасыл араластырмай, ақшыл, сарғыш жіптерменен кестелеп киетін осы керейдің кимешектерімен киіп отырмын, керей кимешекті. Енді біздің аналарымыз да осылай кимешек шылауыш киген. Бұны үлкендерге етік кимешек дейміз. Ал енді жастардың кимешегі өте сәнді болады. Олар алдын жақтарының барлығын қызыл жіптерменен, жасыл, сары жіптерменен өрнектеп, әдемі түйіндер салып, одан кейін теңгелік әр жерінен, мына жерден, мына жерден, мына жерлерден. Енді ол кимешектерді үлкенде болады. Мен өзім лайықтап, мынау кішірек жасаған. Сол күміс теңгелер қадайды, күміс шашандар қадап, өте сәндейді. Ал енді құйма алтын күмістен құймалап жасаған кимешектерде болған. Оны өте бай манаптардың, хандардың, сондай әулеттерінің адамдары киетін болған. Оны алтын кимешек немесе құймалы кимешек деп атайды. Мен енді мынау бір қазақтың киіну мәдениеті туралы жазылған бір кітап бар. Мына Алматы кітап баспасынан басылған үлкен альбом. Соған мен 30 данадан артық фотосурет бергем. Сонда оның ішінде сол алтын жақтар да бар, күміспен шегіп жасаған күміс жақтар да бар, кимешектің өрнектері. Олар керей кимешек, түре кимешек, қазай кимешек, албан кимешек деген сияқты солардың өзінің әрбір рулардың өзіне лайықтап жасалған кимешектерінің фотосуреттері берілді. Енді ұлтымыз өзінің әрқайсы өңірлерде жасаған жағдайына қарай бас киімдерінде солай сәндеп, солай әдемілеп киген. Енді қыстың күнінде осындай кимешектердің сыртынан қалың бүкібай салыларды салып алады. Содан кейін бұл жылып алады. Бұл бір жағынан күн өткізбейді, бір жағынан су өткізбейді. Одан кейін өзінің ар-ұятыңды сақтайды, самайыңнан шаш шығармайды. Мына үлкендердің мына тамағы салбырап кететін жағдайға да бұл өзі оған оны көрсетпейді, және соны бүйтіп көтеріп тұрғаннан кейін мына салбырап кететін егіттерде болмайды болады. Бұл да бір жағынан өзіміздің дене бітімімізді сақтап қалу үшін Алла Тағаланың бізге бұйыртқан ең жақсы киімі. Сондықтан енді бұны қадірлеп киюге тиістіміз. Аналарымыз осының барлығын киді. Енді осының жеңіл-желпі түрлерін істеп қазір киіп жатыр. Осы күнде сахналы киімдер бар, кимешектер бар, шылауыштар бар. Олардың барлығына қарасаңыз табиғи нәрседен жасалмаған, синтетикадан жасаған алдыр-жалдыр нәрселер тағып алған сондай кимешек шылауыштар көптеп кезігеді. Енді бұл біздің енді сахна үшін жасаған жеңіл-желпі нәрселер. Ал енді өзіміз кию үшін ондай синтетикалық нәрселерді араластырмай, таза осындай кездемелерден, жүннен, таза нәрселерден жасап кисек, бұл өзіміздің денсаулығымызға да, одан кейін тазалығымызға да барлығына өте пайдалы болады. Ақ нәрсе күріштамай, өйткені таза боласың, өзің өте пәктігіңді көрсетіп тұрады, бір жағынан тазалығыңды көрсетіп тұрады, оның үстіне өзіңнің иманың сақталады. 5 уақыт намаз оқисың, дәретің бәрі бойыңда болады. Сол тазалық немене қылған кезде, дәрет алған кезде аналар осы кимешекті көтеріп, маңдайына қарай түріп қойып, бет-аузын жуып, неменесін тартып, барлық мәсиғын тартып, сондай дәретін алып, сонымен намазын оқи берген. Енді бұл басына ақ жаулық салған аналарды басқалар да өте құрметтей білген. Осы күнде біз енді кейде кимешек киеміз, кейде кимешек шылауыш кимейміз, бірақ басымыздан ақ жаулық тастамаймыз. Әр жерге барған уақытта ойбай ана апаға орын бер деп үлкендер де кішілер де қолтығымыздан сүйеп орындыққа отырғызып құрмет көрсетіп жатыр. Осының барлығы немене дегенде біздің басымыздағы ақ жаулықтың қасиеті. Ол ешқашанда өзіміздің бір абыройлы болғандығымыздан емес. Сондықтан осы жастарға айтатынымыз, таза жүрсеңдер, киініп жүрсеңдер,
келіншектерimiz бастарын жалаң бастамай, шаштарын үрпитпей, бастарына ажалықтарын салып, осындай кимешектер, жеңіл түрдегі кимешектер киіп, сәнді жүрсе, өздерінің әдеп ибасын, ар намысын сақтағандығы, сондай басқаларға құрметі болар еді. Үрпитіп, шашын жалаң бастап, жеңіл киініп, осылай жүрген адамдардың да өздерінің мәселен ас үйде істеген тамақтары дұрыс болмайды, таза болмайды. Өйткені шаш деген демагнит өрісі бар. Әрі шашқа жын жүгіруде жақын болады. Шаң тозаң өте қонқыш болады. Сондықтан бұл шаштағы дүниелер кейін тамаққа түсетін болса, ода біздің тазалығымыз болмайды. Енді бұны ғылыми түрде айтатын болсақ, осы әйел адамдардың өзінің денесінде 40 жерден көзі болады дейді. Сондықтан біз баста да оның немелері көздері өте көп. Сондықтан бұған қаралықтардың жұғып қалмау үшін, кіріп кетпеу үшін біз ең алдыменен осы басымыз деген Алла берген ең қасиетті органымыз, осы басымызды қадірлей білсек, басымызды таза ұстасақ, басымызға осы кимешек шылаушымызды, жаулығымызды байлап, ас тамақ істегенде Аллаға осы тазалығымызды, өзіміздің шынайы бейнемізді көрсетіп, өзіміздің таза ас ішуімізге бұның да себебі өте зор болар еді. Сондықтан дұрыс киінейік. Бастан бастап, ең алдымен осы бастан бастап дұрыс киінген ең абзал. Өйткені бас адамның барлық 18 мың ғаламды көретін, білетін, меңгеретін барлық органдары осы баста. Сондықтан біз басты қадірлейік. Сондықтан басты қадірлеп, басымыздағы шашымызды жауып, ұятты жерлерімізді, тамағымызды жауып, шашымызды шығармай, осы жаулықтарымызды байлап, отбасымыздағы әрбір адамға адал ас беруге, имандылықпен жүруге, өзіміз үлгі өнеге болайық.